Бұдан 20 жыл бұрын егемендігімізді жариялап, тәуелсіздікке қол жеткіздік. Бұл ғасырлар бойы біздің, яғни қазақ халқының арманы. Менің отаным осы күнге жету үшін 300 жылға жуық бодандықтың бұғауында, 70 жылдан астам кеңістіктің кезеңінің шырмауында болды. Жер бетінде өз халқының тәуелсіздігін, елінің бостандығын ойламайтын жұрт жоқ шығар. Біз үшін тәуелсіздік басқа қонған бақ, асыға тиген тақ. Сонымен қатар елбасымыз Қазақстанның өзге де өңірлерінің дамуына жағдай жасауда. Осындай бейбіт те тыныш елде өмір сүру үлкен бақыт, қуаныш. Елбасымыз әрқашанда ел қамын ойлап, халық үшін аянбай тер төгуде. Қазақ елінің жағдайын жақсартып, ел ішіндегі бейбітшілік пен татулықты сақтап, аспанымыздың ашық болуы үшін тырысып бағуда. Ел үшін жасап жатқан еңбегінен жүрегінде жатқан халқына деген зор махаббатты аңғаруға болады. Елін сүйген елбасымыз аман болсын. Бүгінде Қазақстан бірлік пен қоғамдық келісімнің алтын белгісіне айналды. Еліміздегі татулық пен ынтымақтың бірегей үлгісін жаһан жұртшылығы зерделеп, қазақстандық жол және Назарбаев моделі деп баға береді. Елбасының салған сара жолына әлемдік саясаткерлер мен ғалымдар тарапынан қызығушылық жоғары. Мемлекет басшысының бастамалары мен идеялары терең зерттеулерге арқау болып, оған халықаралық деңгейдегі жетекші бұқаралық ақпарат құралдарының назары күшейіп отыр. Осылайша елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының арқасында дамудың даңғыл жолына түстік. Қазақ халқы егемендігін алып тәуелсіздікке қол жеткізгенде өз алдымызға ел бола алатынымызға күмәнданған жандар да болған. Бірақ ар намысты ту еткен елбасымыз бен үкімет басындағы ел үшін еңбек еткен ағаларымыздың аянбай еңбек етуі осы нұрлы күндерге жеткізді. Жалпы қазақ халқы осы тәуелсіз күндерге оңай келген жоқ. Менің қазағым аштықты да, қызыл қырғынды да, сталиндік репрессияны да бастан өткізді. Бірақ осы қиын қыстау кезеңдердің барлығында қазақтығын, елдігін көрсетіп дәлелдеп отырды. Қарсы келген дұшпанға айтарлықтай тойтарыс бере алды. Тіпті өзі қырылып қалса да дұшпанға берілмеді. Ар намысын таптатқызбады. Осындай бейбітте тыныш елде өмір сүру үлкен бақыт, қуаныш. Елбасымыз әманда ел қамын ойлап, халқы үшін аянбай тер төгуде. Қазақ елінің жағдайын жақсартып, ел ішіндегі бейбітшілік пен татулықты сақтап, аспанымыздың ашық болуы үшін тырысып бағуда. Ел үшін жасап жатқан еңбегінен жүрегіне жатқан халқына деген зор махаббатты аңғаруға болады. Елін сүйген елбасымыз аман болсын. Сонына қоса отырып, елі сүйген елбасы челленджін ерікті жастарға жолдаймыз.